қазақ этнонимі туралы, қазақ жоңғар қатынастары туралы. Яғни ол 15-ші және 18-ші ғасырлардың аралығын қамтиды. Сабағымыздың жоспары қазақ хандығының құрылуы және нығаюы, қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы, қазақ жоңғар қатынастары туралы бүгінгі сабағымыздың жоспары. Қазақ хандығының құрылуының және нығаюы туралы айтатын болсақ, қазақ хандығы шаруашылықтың дамуы, өндіргіш күштерінің өсуі, феодалдық қатынастардың қалыптасуы нәтижесінде ерте заманнан бері Орта Азияның ұлан байтақ өңірінде мекендеген көшпенді этникалық топ. Бұл қазақ халқының негізінде бірігуі 15-ші ғасырда басталған екен, орта шенінде. Қазақ хандығының құрылуына 1457 жылдардан кейін Керей мен Жәнібек сұлтанның Әбілқайыр хан үстемдігіне қарсы күрескен қазақ тайпаларының шығыс дешті Қыпшақтан бастап Жетісу жеріндегі Шу мен Талас өңіріне қоныс аудару себеп болған екен. Енді қазақ хандығының негізін салушылар, балдар бері қарай қараймыз, Керей хан, Жәнібек хан. Бірінші біз сол кезде Дешті Қыпшақтың Әбілқайыр хан билеген екен. Мұхаммед Қайдар Дулати тарихи рашиди деген роман